Петропавлда қар шығару жұмыстары қарқын алды. Бұл жұмыстармен биыл қыста облыс орталығында 14 мердігер компания айналысады. Олар белгіленген 10 бағыт бойынша қала көшелерін қардан тазартады. Тілшілеріміз коммуналдық қызмет мамандарының түнгі жұмысын көріп қайтты. Міне, алғашқы қардың жауғанына да бір айға жуықтапты. Содан бері 14 мердігер компанияның 30-ға жуық техникасы күн сайын қала көшелерін ақұлпадан тазартуда. Әзірге жауған қардың мөлшерінің аз болғандығына байланысты оларды жаппай қала сыртына шығару жұмыстары бастала қойған жоқ. Кешкі сағат 22:00-ден таңғы 5-ке дейін осы уақытта қала көшелеріне коммуналдық техника шығып, көшелерді қардан тазартады. Көктайғаққа қарсы құм себеді. Бұл уақытты таңдаудың негізгі себебі шаһардағы күйбең тірлік біршама саябырсып, көшелерде көлік ағыны азаяды. Осылайша техникалар ешкімге кедергі келтірмей, өздерінің шаруаларын алаңсыз атқарады. Жамбыла, Интернационально, Әуезова. Біз Жамбыл, Интернационал, Әуезов көшелерін қардан тазартудамыз. Шаруаға осыдан бір ай бұрын кірістік. Жұмыс кестеміз белгіленген. Дегенмен ауа райына байланысты кейде ерте, кейде кеш шығамыз. Қар шығаруға жұмылдырылған мердігер компаниялар облыс орталығында 10 бағыт бойынша жұмыс атқарады. Мысалы, Аурора Барелі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Астана, Абай, Зауыт және 90 би көшелерін қардан тазартады. Серіктестіктің еншісінде 16 техника бар. Оның тең жартысы жуырда ғана сатып алынған. Кейде боран болғанда, қар көп түскенде таңертең дежурный техниканы шығартқызамыз. Ар-арада акиматпен звондап несінде хабарлап тұрады. Нешеде выезд болады, нешеде шығасындар, нешеге дейін дежурный техниканы дайындап, барын тексеріп, группада барын олар контрольда ұстап тұрады. Мердігер компания өкілдерінің айтуынша, олардың жұмысын жол жиегіне қойылған автокөліктер тежейді. Әзірге жұмыс көлемі көп емес. Десе де, осы уақытқа дейін 1700 текше метр қар қала сыртына шығарылған. Нұрсұлтан Тілектесов, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі.